Жайымса атындағы Ақсу жоғары көпсалалы колледжі мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығынан арнайы пәндер оқытушысы Керебаева Айжан Сабыржанова. Пән: музыкалық тәрбие беру теориясы мен оқыту әдістемесі. Тақырып: мерекелік ертеңгіліктердегі музыка. Сабақты мақсаты: студенттерге балабақшадағы мерекелік ертеңгіліктердегі музыка сабағы мен оның маңыздылығы туралы түсінік беру. Мектепке дейінгі мекеменің қызметінің бөлінбес бөлшегі мәдени іс-шара болып табылады. Мерекелер мен көңіл көтеруді ұйымдастыру баланың шығармашылық ісінде тәрбие оқыту процесінің көтеруіне әсер етеді. Балабақшадағы ертеңгіліктер бұл педагогикалық процестің маңызды бөлігі. Тәрбиешілер балаларға әрқашан бұл күні не атап өтетіні туралы алдын ала ескертіп және әңгімелеп кеткені жөн. Мысалы, 8 наурызға арналған салтанатты жиын ол әйелдер мен олардың аналарына арналған жиын екендігін түсіндіру қажет. Балабақша мерекелер мен мәдени демалыс қызметтері 2 жас пен 7 жас мөлшеріне есептелінген. Балалардың бұған тікелей қатысын, олардың әрқашан кереметке дайындығын, әлеуметтік педагогикалық ерекшеліктерін, ересек балалардың үздіксіз тілдесу қажеттілігін есепке алған жөн. Ертеңгіліктің бағдарламасы оны өткізуден 1,5 ай бұрын ойластырылады. Оған балаларға жақсы таныс және мерекеге дайындық сабақтарында жақсы дайындалған билер, ойындар, әндер кіреді. Сондықтан мерекелік бағдарламаға музыкалық материал дайындағанда балалардың мүмкіндіктерін дұрыс пайдаланған жөн. Ең кішкентай бүлдіршіндерде қолданылатын атрибуттар, шарлар, гүлдер және қолдан жасалынған мынадай атрибуттар болуы қажет. Тәрбиешілер бұлардың барлығын алдын ала сценарий бойынша дайындап қоюы қажет. Кіші топ ертеңгіліктер бағдарламасына ересек балалар мен ересек адамдардың қатысуымен көп қызықты сәттер өтеді. Бүлдіршіндердің қимылдары әні дұрыс емес, олардың өз-өздерін көрсетуге әлі дайын емес. Әнді тәрбиешімен бірге айтады, би мен ойындар көрсету арқылы өткізеді. Тосын сый ретінде мерекелік бағдарламаның бір бөлігін қуыршақ театрының кейіпкерлері өткізеді. Жастары ересектеу балаларға белсенді қатысу арқылы орындаушылық міндеттерді сезіну керемет әсер етеді. Бөлменің әсем безендіруі, әртүрлі атрибуттар, кейіпкерлердің киім үлгісі, осының бәрі балалардың назарына ілінеді. Мерекелерді қалай өткізу керек? Әр мерекенің түрін азығы ол сценарий. Балабақшада оны таңдап, іріктеп алады, немесе ұстаздар өздері құрастырады. Ережеге сай ертеңгіліктің салтанатты бөлігі ұзақ болмайды. Ол қысқа нөмірлерден тұрады. Бұндай іс-шараларды созуға болмайды. Өйткені балалар өте тез шаршайды және болып жатқан жағдайға қызығушылықтары жойылады. Мереке көңілді, қуанышты болу керек, көңілсіз және созылмауы керек. Бір ғана мереке деген сөз әр баланың жүрегінде лүпілдеп соғып тұруы қажет. Балалардың ең үлкен үміттері мерекеге байланысты болады. Ересектер әсіресе баланың балалық шақтағы бірге өткізген мерекені жиі еске алады. Олардың көпшілігіне бұл өміріндегі ең жарқын, ең қуанышты, ұмытылмас естелік болып қалады. Балабақшада сонымен қатар мерекені өткізердің алдында безендіру түрі мен жарық түсіру жолдарын назар аудару қажет. Бұлардың барлығы балаларды таң қалдыруы керек. Ертеңгілікке ересек топ балалары тәрбиешінің көмегісіз өздері қимылдайды. Тәрбиешілер оларға таныс ойындар, билерді көрсетіп, көріністерге сеніммен қатыстыра алады. Олар ұжымда өздерін еркін сезінеді. Жолдастарының іс-қимылдарының дұрыстығын қадағалап отырады. Қойылымға барлық балалар қатысуы керек. Ең алдымен өлең, билер, ойындар ұжымда өткізілетін болғандықтан ондай жеңістікке жетуге болады. Сонымен қатар әр оқушы жеке немесе бірнеше баладан құралған топпен шығуы керек. Сіздерге тапсырма ретінде балабақшада мерекелік іс-шараның жоспарын музыка сабағымен, әндермен байланыстырып отырып құрастыру ұсынылады.